Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ернұр YouTube арнасы. Бүгінгі видеода Хайди жайлы ащы шындықтар, Хайдидің оқиғасы және қорқынышты деректер жайлы сіздерге айтып беретін боламын. Видео басталмас бұрын қолдау ретінде арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп қойсаңыздар. Және сіздерден тағы бір өтінерім, бұл видеоны соңына дейін көріп, және де басқа да достарыңызға таратсаңыздар. Ал ендеше мен бастаймын. Достар, мен сіздерге қорқынышты оқиғалар мен деректер жайлы айтып бастайын. Хайдидің алғашқы кезін көрген кезімізде оның тәтесі атасына апарып тастаған болатын. Бірақ оның атасын көрген болғансыздар. Бірақ атасы түрінен мейірімі жоқ, өте қатал кісі болатын. Және ол кейбір сериалдарында Хайдиді өлтірмекші де болған. Яғни ол Хайди бір мезетте жоғалып кеткен болатын. Және де оның атасы өте оны алаңдап, және де жылағандай кейіпте танытып, ол Хайдиді іздеуде бастайды. Және соңында Хайди табылып, қызды жылатып, қатты ашуландырып, және де жылап жібереді. Сол эпизодын сіздер көрген боларсыздар. Сондықтан мен 1933 жылы шыққан Хайди фильмін көре бастағанда одан көп нәрсе күткен жоқпын, бірақ қателескенімді түсінгенде қатты таңғалдым. Бұл бір емес, бірнеше рет кездескен банальды сюжет сияқты көрінді. 8 жасар Хайди жетім қалады. Оның адасына және қатыгез дед тәтесі қызды алып, Альпі тауларында орналасқан атасының үйіне апарады. Бұл жерде аққұба Хайди үнсіз атасы Адольф Крамерді кездестіреді. Ол алғашында немересін танымайды, бірақ қыздың періштелік шыдамдылығы мен жылы сөздерінің арқасында соңғы сериалдарында қарттың жүрегі жылып, бұл баланың өзіне бәрінен де қымбат екенін түсінеді. Осы фильмді көргенде бірден мектепте оқуға тапсырылған кітап есіме түседі. Бұл тәтесі одан құтылуды ұйғарған кішкентай қызды мұңайып, ешкіммен араласпайтын атасына беру туралы әңгіме. Хайди өте ерекше қыз болғандықтан, оны атасы да соңғы сериалдарында да сүйіп кетеді. Ол өте еңбекқор болатын. Йохан Аспириден Хайди кітабы бірнеше рет түсірілді, бірақ бұл бейімделу ең танымал. Кем дегенде бұл романның артқы мұқабасында айтылған. Бірақ бұл картина жақсы түсіріліммен емес, ең көне фильм бейімделулерінің бірі болғандықтан танымал болды. Анасының күтпеген қайғылы өлімнен кейін Хайди нағашысының қолына алынады. Көп ұзамай ол Хайдиді Альпі тауларына атасына әкеледі. Ол алдымен немересін танымайды. Қыздың періштедей шыдамдылығы мен жылы сөзінің арқасында қарттың жүрегі жібейді. Хайди сол кезде Питер деген бір досын табады. Сол естеріңізде ма? Егер естеріңізде болса, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бірақ біраз уақыттан кейін тәтесі Хайдидің еркіне қарсы оны Берлинге апарып жібереді. Онда ол қыздың серіктестігін сақтау үшін оны 12 жасар қызы Кларамен таныстырады. Хайди жетім, ал апасы қызды асырағысы келмей, тауда өте оңаша тұратын атасына апарып, ұлы қайтыс болғаннан кейін айына бір рет қалаға түсіп ірімшік сатады. Қарт Гермит бұл идеяны мүлдем ұнатпады, бірақ тәтесі Хайдиді есігінің алдына қалдырып кетті. Кішкентай Хайди шашы бұйра және періштенің жүзі бар жас брюнетка жетім. Оның тәтесі Швейцария Альпіне атасымен тыныш және жалғызбасты қариямен бірге тұруға келді. Өзінің жаңа өмірінің қиындықтарын көтере отырып, ол кейде қатал және жағымсыз ортада өзінің лайықты орнын табу үшін бар күші мен дағдыларын жұмсайды. Хайди қыз атасымен Альпі тауының шағын ауылында тұрады. Ол досы Питер екеуі тауда ешкі бағып өмірлеріне риза. Бірақ бір күні бәрі өзгереді. Хайдиді Франкфурттен бай тәтесі шақырады. Сол мезеттен бастап Хайди оқуға, білімге құштар болып, 12 жасар Клара деген қызбен білім алып, өмірін өзгертеді. Ал достар, мен сіздерге Хайди мультфильмінің ащы шындығы, қызықты деректер мен қорқынышты оқиғаларын сіздерге айтып бердім. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, және бұл видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп қойыңыздар. Және де сіздерден өтінерім, бұл видеоны тағы да басқа достарыңызға таратсаңыздар. Менің мультфильмге деген пайдам тисін. Сіздермен бірге болған мен Ернұр YouTube арнасы.
келесі кездескенше аман сау болыңыздар.